Бүгінгі қонақжай студиямызда қонақта Apple Sin компаниясының директоры Нұрлан Құлымбетов мырза. Студиямызға қош келіпсіз аға. Наурыз мерекесін қалай атап өттіңіз? Жақсы болғанда жаңағы бәрі білетін шығар, бұл құрылтай 23-24 күні наурыз күні өткіздік. Содан дайындалумен өтті көбісі уақытымыз, бірақ қарсы алуға тырыстық. 23-24 күні Шымкент қаласында барлық блогшылар жиналды. Және ол қалай өтті, қандай дәрежеде ойдағыдай өтті ме? Блог құрылтай ойдағыдай өтті, өте керемет өтті деген ойдамын, бірақ сын айту ұйымдастырушылардың атынан емес. Негізінде мақтауда сында келген қонақтардан болу керек. Біздің ойымызша керемет өтті, өйткені енді ойлаған мақсаттарыңызға жете білдіңіздер ғой? Жеттік. Негізі бұл блог құрылтайды өткізудегі мақсат не? Бұның мақсаты мынау қазіргі әлеуметтік желілерде болсын, блог сфераларда болсын, мынау блогерлердің несін басын қосу, бірін-бірімен таныстыру, өздерінің жаңа білген нелерін бөлісу, үйрену жалпы. Ең бастысы осы қазақ тілінде. Қазақ тіліндегі блогерлердің несін дәрежесін көтеру, таныстыру, енді көп нәрсені үйрету, дәрежесін көтеру ең басты мәселе. Кімдер келді қонаққа жалпы? Мынау барлық қазақ елінің түкпір-түкпірінен блогшылар жиналды, дегенмен де мынау Қытай елінен, Түркия елінен де келген. Қытайдан Ақтбек ағамыз болды, Сен Қазақ сайтының құрушысы. Біздің сайттармен салыстырғанда ол кісілердің сайты мысалы 100 000 адамға дейін кіреді. Бізде көрсеткіш 4 000, 5 000. Ең үлкен сайтымыздың, Ербол ініміздің сайты мысалы 30 000 адам деп айтамыз, бірақ ол кісінікі 100 000. Сен Қазақ деген өзінің ұлттық порталы бар, бірақ Қытай елінде, және Титей деген сайты бар. Біз келіп, бізге сол өзінің бар білгенін үйретіп, өзінің несімен бөлісіп кетті. Ал біздің өңірімізде қандай дамулар бар? Мысалы, ол Сен Қазақтың сайтының дәрежесіне жеткізетіндей соншалықты оқырман жинау. Соған талпынып жатыр ғой барлығы. Осы блог құрылтайдың ең үлкен пайдасы, мен түсінген, ол мотиватор. Адамға үлкен, адам күш, екпін береді. Жаңағы кеткен адамдар, өзім сөйтіп ойлаймын, барлығы үлкен немен кетті деп. Жаңағы орысша айтқанда мотивация дейді ғой, өзім бір көтеріңкі неменен былай істеймін деп, бірақ діттеген ойларына жетті деп ойлаймын. Сол келген кезіндегі мақсаты орындалды деп ойлаймын. Түсінікті. Енді барлығымыз куә болдық, бұл құрылтайға қатысқандар. Облыс әкімінің өзі келді, әкімдік тарапынан қолдау көрсетілді. Облыс әкімі, тек қана біз телевизорде болмаса интернетте көріп үйреніп қалған кісіні, жалпы қарапайым кісі екенін көріп таңғалдық. Шын мәнімен бүкіл қолдау сол кісіден болды, осы облыс әкімшілігінен. Ішіндегі Асқар Мырзахметов ағамызға, Берікуәли ағамызға рахмет айту керек, өте үлкен рахмет айту керек. Мұрат Абенов ағамыз да қалыс қалған жоқ, келіп, кешіксе де келіп, бізге көңіл бөліп, арамызға қосылып, марапаттап, енді үлкен блог құрылтайымыздың дәрежесін көтеріп кетті деп ойлаймын. Енді Мұрат ағамызды білеміз, интернет парақшаларын көп отырады, оны 100 көрмесең де таныс адамыңдай сөйлесіп отырған мүмкіндік бар. Дегенмен де облыс әкімімен ондай мүмкіндік әзірге жоқ қой. Бірақ блогшылар қатарына қосыламын деп уәде берді ғой. Турасында ұсыныс болды, Аршат Ораз досымыздан. Сіз блог жүргізесіз бе деген сұрақ қойды. Жоқ, Нұрғиса Асылбековтен болды ондай ұсыныс. Сіз блог жүргізсеңіз деген, өзіңіз халыққа ашық болып деген, блогшылармен жақын болу деген, мысалы саясатта жүрген шенеунік болсын, басқа болсын, негізінде блогерлерге жақын болса, ол кісі ашық. Блогерлермен жақын болу деген сөз халықпен жақын болу деген сөз. Өйткені сіздермен салыстыра келетін болсақ, сіздер тапсырыспен, ұсыныспенен, сұранысқа байланысты нелер дайындайтын болсаңыздар, блогер деген өз ойын, жеке пікірін айта білетін адамдардың бірі, және ол халықтың көзқарасын көрсете алатын адамдар. Сол үшін әкімнің блогерлерге жақын болуы және өзінің блогерлік санатына қосылуы өте керемет деп ойлаймын. және сондай қызықты қылып, ашық болып
бейресми түрде келіп қосылғанына ризамын. Дегенмен де бұл заман талабы екендігін мойындау қажет. Иә, мойындау қажет. Өйткені мынау қазіргі таңда мынау қолмен жазатын нәрселердің барлығы мынау компьютерге көшті, ноутбук түрлі шығып кетті. Дегенмен де қазір кітап жазушылардың өзі компьютерді пайдаланып, мынау интернет саласында түрлі ғаламторда небір мәліметтерді алуға да мүмкіндігі бар. Небір барлық ақпараттар сол интернеттен тарайды ғой. Иә, енді жаһанданудың басты несі ғой ол. Енді айтып өтіңізші, осы 2 күн өткізілді. Бірі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің залында өтті, екіншісі бейресми біргөлік шатқалында өтті. Бәйшешек лагерінде өтті. Бірінші күн ол ресми түрде жаңағы жоспар бойынша жаңағы бағдарламамызға сай өткен болса, екінші күні бейресми түрде өтті. Бәйшешек лагері әкімшілігінде рахмет, сондай бізді қарсы алғанына. Екінші күні неше түрлі ойындар болды. Негізінде ұлттық дәстүрлерімізді жанданудың тағы да бір себебі бар. Өйткені мен өзіме жаңалық білдім. Осы күнге дейін шынымды айтайын, мен селт еткізер, ұйқашар деген білмеген екенмін дәстүрді. Сол жерде білдім. Біздің қандай сыйға селт еттіңіз сонда? Жоқ, маған берілген жоқ. Мен ұйымдастырушы ретінде мен тек қана бәрін бақылап қарап жүрдік біз. Мен ұйымдастырушы адамдардың бірі болдым. Яғни блогшылардың өздері ұйымдастырды. Өздері ұйымдастырды. Жаңағы сый-сияпатқа сыйланды. Ұялы телефондар, сіздердің телеарналарыңызға рахмет. Ішінде сіздердің де сыйлықтарыңыз болды. Біраз баспасөз қызмет нелерінен болды сый-сияпаттар. Жаңағы түнде домбыра пати деген болды, айтыс жарыс. Сол жерде тұрып айтыстарды көру бір керемет. Телевизорде көріп отқан кезде бір бөлек екен, шын өзін көріп, және өзіміздің қатарымыздағы адамдардың айтысқаны өте қызық. Ол бір оттың жанында отырып, түнде өлең айтып, ән айтып, ойындар ойналып, футбол ойнадық. Өте қызықты өтті. Енді түсінікті. Бұл толық репортажды осы Отыр телеарнасында көрсетеміз деген ойдамыз. 2 күнді де бір уақытқа жинап, белгілі бір уақытта көрсететін болармыз. Ал кешкі жаңалықтардан да, қадірменді көрермендер, бұл блог құрылтай жайында кішкене бейне материалда болады деп күтіп жатырмыз. Аға, өзіңіз айтып өтіңізші, осы әлемге қашаннан бері келдіңіз? Бұл мен бір 5 жылдай болды. Қызығушылығыңыз пайда болды. 5 жылдай болды. Мен ең бастысы бизнес жайында жазып жүрдім. Орыс блог сферасында болдым. Орыстардың кереметтігі соншалықты бізді қатты тартып алып Ресейге шақырғандар да болды мені. Бір-екі жобаларды іс жүзінде асыруға Армениядан шақырылды. Бірақ жай-жай келіп Керек инфо сайтымен таныстым дағыны қазақ блогшыларының белсенді екені, өзіміздің ұлттық мүддемізді қорғай алатынымызды, тілімізге пайдамыз тиетіні, соны көзім жетіп, қазақ блог сферасына ауысқаныма 2 жыл болды. Енді қазір нендей істер атқарып жатырсыздар? Белгілі бір сайттарыңыз бар екендігі белгілі. Енді бәрімізге жалпы белгілі Керек инфо сайты бар өзіміздің. Менің өзімнің жаңағы блог жүргізіп жатқан сайтым бар еді, қазір ол тоқтап тұр. Екінші сайтым blogsport.kz, ол спорт жайында, Қазақстанның жалпы спорт жайында қазақ тілінде жүргізу. Ол жаңадан құрылды, е? Жаңадан құрылды, енді ғана жарнамалап жатырмыз. Енді халыққа жар етіп жатырмыз. Алла бұйыртса өте мықты болу керек деп ойлаймын. Өйткені ол бірінші сайт қазақ тілінде блог сферада блогшылардың өздерінің еркін түрде жазып бөлісіп отыратын сайты. Түсінікті. Осы жиында куә болғанымыздай көп сапаны да арттыру мәселесіне көңіл бөлдіңіздер. Сапаны, енді бұл теледидарда былай айтқан дұрыс болмас, бірақ сол блог құрылтайдың өзінде айттық, сапаны көтеруіміз керек, жоғарылату керек. Осы арқылы блогшылардың да мәртебесін көтересіздер ғой? Иә, ол блогшылардың мәртебесі болғанда, блогшылардың пайдасы да зияны да көп. Сол үшін блогшының сапасын жоғарылату өте маңызды мәселе.
Түсінікті. Аз уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Отырар телеарнасының жанынан шыққан оңтүстік Рабат газетін оқи жүріңіз, және күнтізбедегі әрбір күніңіз тек сәттілікке ұлассын, осындай бастамалар әрі қарата өз жалғасын таба берсін дегіміз келеді. Үлкен рахмет сіздерге де көңіл бөлгендеріңізге, блогшылармен санасып жатқандарыңызға. Жалпы блогшылардың атынан келіп отқаннан кейін мен де сіздерге рахмет айтамын. Үлкен рахмет.